Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Бүгінгі біздің жалпы тақырыбымыз нәресте және 7 жасар балалардың ұйқы без құрылысы және қызметтерінің ерекшелігіне тоқталатын боламыз. Ал енді бірінші біз ұйқы безінің жастық ерекшеліктеріне байланысты әңгімелесек. Ұйқы безі деп отқанымыз ол балаларда әртүрлі көлемі әртүрлі болып келеді. Баланың жасына, жынысына және салмағына тікелей тәуелді. Жаңа туған нәрестенің шамамен ұзындығы 5 см көлемінде болса, ал оның жылына 7,5 см көлемінде өседі, және де жасқа байланысты 15 сантиметрге дейін қосылып өсіп отырады. Баладағы және ұйқы безінің дамуы үлкен рөлді атқарады. Бұларға негізінен жасушалардағы тамақтану жауапты болып табылады. Және де физикалық дамуы да, психикалық дамуы да тікелей әсер ететін естен шығармауымыз керек. Балаларда ұйқы безінің көлемі негізінен өлшемдері көптеген факторларға байланысты екенін айттық, және стандарты әр кезеңде маңызды рөлдер атқарады. Ал біз педиатриялық, панкреатологиялық саласының соңғы зерттеулерде пациенттің ұйқы безінің көлемі физикалық даму көрсеткіштерінің сау балаға байланысты өзінің салмағын дене өлшеміне байланысты есептейтіні аңғарған. Ал енді негізінен 17-25 жаста осы әртүрлі тікелей штамптармен, стандарттармен белгіленген нормалар бар. Жалпы 10 жасқа дейінгі бездің өсуі баяулайды, және де бұл кезеңде тек 2 есе өседі. Ал енді жасөспірім шақтан кейін елеулі секрециялар болады, одан кейін ұзартылады. 18 жасқа дейін ересек адамның өлшеміне сәйкес келеді. Содан кейін өсімге тыйым салынады. Баланың өмірлерінде белгілі бір кезеңдерінде бездің өлшемдері әртүрлі мөлшерде өзгеріп отырады. Егер туу кезінде ұзындығы 5 см болатын болса, алдағы 6 айда ол сантиметрлерін өседі. 2 жылдан кейін 3 жасында бала бірдей мөлшерде болуы мүмкін, яғни дамуы әртүрлі болатынын сипаттаған. Ал енді одан кейін 5 жыл бойында баланың сканерлеу панкреатиктік түтіктік бейнесінен гипоэхогенді сызығы ретінде көрсетеді. Бұл деп отқанымыз 8-9 жаста түтікшенің жарығын көре алатынымыз болады. Ұйқы безінің функциялары. Ұйқы безінің функциялары бұл тағамды дұрыс және де дұрыс пайдалану, ақуыз, көмірсу, майлардың бөлінуіне бағытталған бірқатар маңызды функцияларды орындайтын болғандықтан, оларды асқорыту жүйесінің тамақ үшін теңестірілмеген тағам органының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тіпті кішкентай балада да егер дұрыс тамақтану болмаса, осындай аурулар жиірек кездесетінін анықтаған. Балалардың мен ересектерде бұл орган бірдей функцияларды орындайды, яғни экзокринді функция асқорыту функциясын сіңіру қызметін атқарса, олардың өнімді асқазанға кірген кезде басталады, және де өт қабының секрециясын тамақты бөліге арналған 12 елі ішекте кіреді. Екінші функция бұл эндокринді болып табылады. Бұл гормондар, яғни инсулин мен глюкагонды гормондан тұрады. Бұл қандағы глюкозаның мөлшерін төмендетіп жоғарылады. Бұлшықеттердің кейбір мүшелерінің жұтылуына ықпал ететін, және де ең басты қызметі қандағы концентрациясын, яғни төмендеуіне осындай маңызды жұмыстарды атқарып отырады. Және де асқазан мөлшері бала жасына байланысты ұзындығы 1 жаста 5 см-ге, одан кейін 15 см-де болуы мүмкін. Ондағы 10 жаста 7,5 см тең болып табылады. Бұл мөлшерде біз осылай жыныстық жетілуге дейін 20 см-ге дейін өсе алатынын аңғарамыз. Ал енді бұл тағы да бір біздің баяндайтынымыз глюкозаның мөлшеріне байланысты анатомиялық өзі белгіленуіне тоқталсақ. Ұйқы безі панкреас асқазанның артында ұзында болып орналасқан, көлденең бағытта орналасқан мүше. Бұл адамда ұзындығы 14-18 см көлемінде болса, ені 3-9 см, ал қалыңдығы 2-3 см болады, және де түсі бозғыл түсті болып табылады. Және де бұл бездің, ұйқы бездің басы болады, ол капот панкреатис деп аталынады. Бұл жерде алдын артына қарай қалыңдау орналасқан, сосын ажыратып аламыз. Ұйқы безінің басында өзіне тән ұйқы без түтікшелері болады. Дуктус панкреатикус қалыптасады. Ол 12 ішектің кіші бүртігінде ашылады. Денесі болады, бұл корпус панкреатис 3 қырлы призма тәрізді болып табылады. Ұйқы безі алды болады, фасис антериор, және де артқы беті фасис постериор болды, және төменгі беті фасис инфериор, және сонымен бірге 3 жиегі болады, марго супериор деп аталынады, антериор және инфериор болып. Және де бұның жаңа айтып жатыр 3 бөліктен деп, соның енді құйрық бөлігі болады. Бұл
кауда деп аталынады. Кауда панкреатикус басына қарағанда жоғары қарай бағыт алып, көк бауыр мен төменгі қапталында көк бауыр мен жанаса орналасып отырады. Келесісі бұның скелотопиясы, ұйқы безінің басы омыртқа бағанасының оң қапталында бірінші және де үшінші бел омыртқа аралығында орналасады. Денесі бірінші бел омыртқасы тұсында, құйрығы 11-12 кеуде омыртқалар тұсында орналасқан. Және де ұйқы безінің құрылысы жағынан күрделі, түтікшелі, ұяшықты бездер және ішкі секреция бездеріне жатады. Бойынан бөлініп шығатын сұйықтың атқаратын қызметіне қарай аралас бездерге жататынын аңғарамыз. Ұйқы безінің негізгі массасы ұйқы безінің бөлшегін құрап, оның сыртқы секретор қызметтерін атқарады. Ұйқы безінің жаңа айтып жатқан екі негізгі қызметі бар. Бұл бірінші эндокринді, екінші экзокринді қызметті атқарады. Жаңа айтып жатқандай қызметі ас қорыту болып табылады және де бірнеше қызметтер атқарады. Балаларда ұйқы безінің қызметі негізінен өзі қызметі бірдей, жаңағыдай ас қорыту қызметін атқарса, одан кейін бетіне кедір-бұдыр құбылмалы эмбриогенездің байланысты панкреонекрозға байланысты екі нысаны болады және де бұның ұзарту және иілген дене түзу сызығы болып та табылады. Кейін қанмен қамтамасыз етіледі. Ұйқы безі қанмен шыжырқай артериясы немесе бауыр артериясы арқылы қанмен қамтамасыз етіліп отырады. Иннервациясы ұйқы безінің парасимпатика иннервациясы көбі нервтер тармақтарының оң жақ симпатикалық құрсақ сабағының өруімен жүзеге асырылады. Қан тамырымен бірге жүретін симпатикалық талшықтар болады. Ал енді ұйқы безінің қорытындылай келгенде, ұйқы безінің аралас функциясы бар. Ас қорыту жүйесінің маңызды органы, сыртқы секреция қызметін, тағам толық қорытылу үшін қажетті ас қорыту ферменті бар панкреат шырының оқшаулауынан тұрады. Эндокринді функциясы гормонның дамуына және метаболизм процесін реттеуді қамтамасыз етеді және көмірсу май белоктардың алмасуына жағдай жасап отырады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.